Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай екі түрлі әдіспен жасалынатын самсаның рецептімен бөлісемін. Іші осындай толық пісіп, жұмсақ, керемет дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Дастархан көркін ашады. Екі түрлі әдіс өте әдемі болып көрінеді дастарханда. Жасап көріңіздер. Алдымен салмасын дайындаймыз. Пиязын ашып жуып алдым. Енді осыны бірнеше осылай бөлікке бөліп, майдалап мантыға турағандай турап алатын боламыз пиязымызды. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа видеом ашылатын болады. Пиязымызды турап дайындап болып қалдық. Енді осындай шұңқыр ыдысымызға саламыз. Келесіде картопымызды жуып ашып дайындап алдым. Енді картопымызды да тура осылай майдалап мантыға турағандай төртпішлеп турап алатын боламыз. Осымен картопымыз да дайын болды. Пиязын үстіне саламыз. Және бір сәбіз қосамын. Менің балаларыма сәбіз қосқан ұнайды. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Мен бір дана сәбізді қосамын. Сәбізді де осылай майдалап төртпішлеп турап аламыз. Сәбізіміз дайын болды. Сәбізді де қосамыз салмамызға. Енді үстіне тартылған етімізді қосамыз. Етімізді салып болдық. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Және дәміне қарай қара бұрыш, тәтті бұрыштан себетін боламыз. Паприка салып жатырмын. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстіне майлы болу үшін кішкене сұйық майдан қосамыз. Жақсылап барлығын тағы да біріктіріп араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырдың реттейміз. Қамыр менде дайын қамыр дайындап қойған болатынмын. Енді осыны керекті мөлшерде кесіп алатын боламыз. Бірнеше бөлікке бөлемін, осылай кішігірім. Енді осыны ұнға батырып отырып, дөңгелетіп, формасын дөңгелетіп аламыз, шеңбер жасап. Дайын болды. Енді оқтаудың көмегімен дөңгелетіп жайып шығамыз. Қамырымыз жайып болдық. Енді бір шетінен кесіп аламыз. Осылайына қиғашынан. Сосын ішіне салмамызды салып, дәл видеодағындай орайтын боламыз. Міне осылай айналдырып, орап шығатын боламыз. Осылай болады. Енді астын осылай кішкене басып, астын біріктіріп жауамыз. Осылай ұнның көмегімен, жабыспай жатса ұнмен батырып отырып, саусағымызды осылай астың жағын біріктіреміз. Міне біздің самсамыз, тюльпан самсамыз дайын болып қалды. Осындай әдемі болып шығады. Осындай болды.
Тағы да біреусін жасап көрсетемін. Дайын болды. Осылай қиғашынан кесіп, салмасын бір жағына қарай салып, ораймыз. Дәл осы видеодағындай орап шығатын боламыз. Енді астын жабатын боламыз. Қолымызды ұнға батырып отырып, осылай біріктіріп жауып аламыз. Міне асты жабылды. Осындай әдемі тюльпан болады. Дастарханда өте әдемі болып көрінеді. Осылай дайын болды. Енді келесідегі формамыз ол шеңберлі дөңгелек тәрізді қылып жасаймыз. Ол да өте әдемі болады дастарханда және өте көлемді. Қамырымызды осылай дөңгелетіп, шеңберлетіп, екі қамырдан алып дөңгелетіп жаятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді ортасына осылай салмасын дәл ортасына салып, екінші қамырмен бетін жауып, жан жағын жақсылап тұрып бекітеміз. Бекітіп болған соң, енді ішке қарай жан жағын қайырып өретін боламыз. Жан жағын осылай айналдыра бекітіп шығамыз. Біз бір самсамыз дайын болды. Тағы да біреусін көрсететін боламын. Дәл солай екі қамырды дөңгелетіп жайып аламыз. Ішіне салмасын саламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жан жағын айналдыра бекітеміз. Бекітіп болдық. Енді жан жағын айналдыра бекітіп өріп шығатын боламыз осылай. Міне екінші самсамыз да дайын болды. Осындай көлемді болып шығады. Енді тюльпанымызды мен ыдысыма салып алдым. Осыған енді жұмыртқаның сарысын езіп, және үстіне бір ас қасықтай сүтімізді қосып, араластырып алып, осы самсаларымыздың барлығын бетіне жағып шығамыз жұмыртқамызды.
Жағып болдық. Енді бетіне әсемдікке күнжут сеуіп шығамыз. Осымен тюльпанымыз дайын. Келесідегі самсамызды да осылай жұмыртқамыздың сарысына сүтімізді қосып, араластырып, бетіне жағып шығамыз жұмыртқамызды. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеле отырыңыздар. Сонда сіздерге жаңа видеом ашылатын болады. Бірден сіздерге жаңа видео баратын болады. Каналға тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып, және лайктарыңызды видео ұнаған болса аямай баса отырыңыздар. Осындай шеңберлі самса өте үлкен, көлемді және әрі өзгеше болып шығады. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Осылай жұмыртқамызды жағып болдық. Енді бетіне әсемдікке күнжут және мактан себетін боламыз. Пешімізде қызарғанша 200 градуста пісіретін боламыз. Дайын болды. Міне біздің самсаларымыз пісіп дайын болды. Осындай өте әдемі, дәмді, керемет болып шығады. Мен сіздерге қазір ортасын бөліп көрсететін боламын. Міне ортасы толықтай піскен, өте дәмді, жұп-жұмсақ қамыр керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Дастарханның көркін ашады, өте әдемі болып тұрады. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.